Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қадірлі ұстаздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің құрылысы. Мақсатымыз омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің ерекшеліктерін білу. Жануарларда бөлінділер зәр шығару және ас қорыту мүшелері арқылы түзіліп ағзадан шығарылады. Бөлінділерге бүйректе түзілетін зәр, бауырдан бөлінетін өт сөлі және тер арқылы шығарылатын тер жатады. Бұл сабақта жануардағы зәр шығару жүйесіне тоқталатын боламыз. Қарапайымдарда зәр шығару қызметін жиырылғыш вакуоль атқарады. Мысалы, бір жасушалы жануар жасыл эвгленада зиянды заттарды артық су мөлшерлерін шығарып отырады. Жалпақ құрттар мен кейбір омыртқасыздарда зәр шығару қызметін түтікшелер атқарады. Олар жұлдызшалы жасушадан басталып, саңылаудан аяқталады. Соңғы өнім саңылау арқылы шығарылып отырады. Ал буылтық құрттарда зәр шығару жүйесі басқаша типті болып келеді. Олар ұзын және иілген болады. Әр сегментте орналасқан жұп түтікшелері әр түтікшелерінің бір ұшы алдыңғы сегменттің дене қуысында орналасады, ал екінші ұшы артық заттарды ағзадан шығарып отырады. Құрлықта тіршілік ететін жәндіктер мен өрмекшілердің зәр шығару жүйесі басқаша құрылымда. Олардың артық заттары мальпигий түтікшелері арқылы ішекке өтеді. Онда су денеге қайта сіңіріледі. Зәр анал тесік арқылы сыртқа шығарылады. Суды қайта сіңіру арқылы жәндіктер мен өрмекшілер суды жоғалтуын төмендетеді. Омыртқалылардың зәр шығару мүшесі бүйрек. Балықтардың бүйрегі ұзын, ол дене қуысының артқы жағында, қабырға мен тыныс алу мүшесі дорсалдағы арасында орналасады. Балықтарда қан бүйректегі қан тамырлары арқылы өтіп, одан зиянды заттар бөлініп алынады. Амфибияларда, яғни қосмекенділерде бүйрек балықтарға қарағанда күшлеу болып келеді. Оларда зәр бүйректе түзіледі, содан кейін несепағар арқылы қуықта жиналады. Соңында клоак арқылы сыртқа шығарылып отырады. Құстарда бүйрек жамбас сүйегінің ойысында тығыз жинақталған. Құстардағы бір ерекшелік, оларда қуық болмайды. Зәр бірден клоак арқылы шығып отырады. Себебі зәр қуықта жиналса, құстарға артық салмақ болып, олардың ұшуы қиындай түседі. Сүтқоректілерде бүйректерінің пішіні бұршақ тәрізді сопақша болып келеді. Сүтқоректілердің бүйрегі жұмыс жақсы істеу үшін қан қысымы қажет. Ол артерия қан тамырлары арқылы қамтамасыз етіліп отырады. Қан бүйректе фильтрациядан өтеді және артық заттар несепағар арқылы қуыққа жиналады. Ең соңында зәр шығару каналдары арқылы сыртқа шығарылып отырады. Міне балалар, жануарларда зәр шығару жүйесі әртүрлі болып келеді және олар әрқайсысы өзіндік ерекшеліктеріне байланысты маңызды қызмет атқарады. Омыртқа сүйек пен бұлшықетті біріктіріп тұратын тірек. Алайда жануарлардың бәрінде бірдей омыртқа болмайды. Сол себепті біз жануарларды омыртқалы және омыртқасыздар деп бөліп қарастырамыз. Оларда мальпигий түтікшелері арқылы ішекке өтеді. Онда олар су өздерінің денелеріне сіңіріледі. Тұзданған зәр заты анал тесік арқылы сыртқа шығарылады. Құстарда қуық болмайды, өйткені зәр қуықта жиналмайтын болса, ол құстарға артық салмақ болады және ұшуына қиындық туғызады. Сондықтан түзілген зәр бірден клоак арқылы сыртқа шығып отырады. Сүтқоректілердің зәр шығару мүшесі бүйрек. Сүтқоректілердің бүйрегінің пішіні бұршақ тәрізді немесе сопақша болып келеді. Бүйректе түзілген зәр несеп жол арқылы қуыққа жиналады. Қуықта жиналған зәр шығару каналдары арқылы сыртқа шығарылады. Мен не білдім? Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесін білдім. Омыртқалылардың зәр шығару мүшесі бүйрек екен. Ал омыртқасыздарда, қарапайымдарда жиырылғыш вакуоль, жалпақ құрттарда зәр шығару түтікшелері, өрмекшілерде мальпигий түтікшелері екен. Сабақ несімен қызықты болды? Сабақ сұраққа жауап беру арқылы қызықты өтті. Бүгін мен омыртқасыз және омыртқалы жануарлар және жәндіктерді зәр шығару жүйесін түсіндім. Сабақ немен қызықты болды? Маған сабақ өте қызықты болғаны, құстарда не себепті қуық болмайды? Мен соны түсіндім.